Қайырлы күн баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Осындай ең керемет, жұмсақ болып шығатын булочкині рецептімен бөлісемін. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді құямыз. Үстіне құм шекер саламыз. Оның үстіне шым-шым тұзымызды саламыз. Және еріген сары майымызды құямыз. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Оның үстіне дрожжімізді салып, жақсылап араластырамыз. Енді 10 минутқа бетін жауып қоямыз. 10 минут өтті. Осылай көпіріп көтерілуі керек. Енді 2 жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Енді оның үстінен уксус қосамыз. Жақсылап араластырып, үстінен ұнды електен өткізіп, жұмсақ қамыр елейміз. Рет-ретімен шетінен ұнды қосу керек, немесе қатты болып қалады. Аз-аздан осылай қосып араластырамыз. Барлығын елеп болған соң, енді сұйық май қойып, жақсылап араластырып, бетін жауып 1 сағатқа немесе 2 сағатқа көтерілгенше қойып қоямыз. Видеода көріп тұрғаныңыздай жұмсақ болу керек қамырымыз. Енді бетін салафанмен жауып, жылы жерге қоюымыз керек. Осындай топ-томпақ болып, әдем болып көтеріледі. Оны бір қайтарып, бетін жауып, тағы да 10 минутқа қойып қоямыз. Енді кішкене ұн себелеп, қамырымызды барлығын түсіреміз ыдысымыздан. 2-ге бөліп, майда-майда бөліктерге бөліп, булочкиның формасын жасауға кірісеміз. Енді кішкентай бөліктерге бөлген соң, булочкиның формасын жасаймыз. Мен начинкасына варенка пайдаландым. Варенканы салып, жақсылап шет-шетін жауып шығамыз. Піскенде шығып кетпес үшін. Осылай кесіп, формасын осылай дөңгелетіп жасаймыз, видеодағыдай етіп. Менің рецептімен 18 штук булочки шықты. Егер аз жасайым десеңіздер, 2 есе азайтсаңыздар болады. Одан көп жасайым десеңіздер, 2 есе көбейтсеңіздер болады. Енді барлығын ыдысымызға осылай қойып, бетін жауып, 20 минутқа қойып қоюымыз керек. Бұл міндетті түрде. Булочкиміздің өте томпақ болып шығуы осыған байланысты. Енді жұмыртқамызды ағы мен сарысынан ажыратып, сарысының үстіне кішкене сүт құйып араластырамыз. Бұл булочкидің бетіне жағу үшін.
Көтерілген булочкамыздың бетіне жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Мен оның үстіне кунжут сеуіп шықтым. 200 градус қызған пеште 20-25 минут беті қызарғанша пісіріп аламыз. Осындай топ-томпақ, өте дәмді, жұп-жұмсақ үлпілдек болып шығады. Жасап көруге кеңес беремін. Міндетті түрде бір жасағаннан шығатын өте оңай булочки. Жақындарыңызды қуантыңыздар және менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Барлығыңызға ас болсын.